Саламатсыздар ма, құрметті студент мырзалар, әріптестер. Әдеттегі өзіміздің дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тергеуші мен сот сараптамалар тағайындау. Бұған дейінгі алдағы уақытта біз сот сараптамаларының түрлері және маманның тергеу әрекетіне қатысуы туралы айтқан болатынбыз. Енді бүгін біз тергеуші мен сот сараптама тағайындау туралы әңгімеламыз. Кез келген тергеуші өзінің өндірісінде қылмыстық іс бойынша дәлелдемелерді толық және жан-жақты жинау үшін міндетті түрде сот сараптамаларының қандай да бір түрін тағайындайды. Өткен сабақта айтқандай, кісі өлтіру қылмыстары бойынша негізінен тағайындалатын сараптамалар ол сот биологиялық сараптама, сот медициналық сараптама, дактилоскопиялық сараптама, суық қарулардың криминалистикалық сараптамасы, сонан кейін баллистикалық сараптама және қажеттілігіне қарай тағы да басқа да сараптаманың түрлері тағайындалуы мүмкін. Естеріңізде болса, мен айтып кеткендей, сот медициналық сараптаманың негізгі шешетін сұрағы бұл өлімнің болу себебі, өлімнің өлу уақыты, өлім нақты неден болған. Сот биологиялық сараптама, естеріңізде болса, айттым, қандақтарына, сілекейлерге қатысты, ұрыққа қатысты, немесе шашқа қатысты тағайындалатын сараптаманың түрлері. Сот криминалистикалық, суық қарулардың криминалистикалық сараптамасы ол жасалған қылмыс құралына қатысты. Егер пышақпен өлтірген болса, мына алынған зат қандай қарудың түріне жатады, суық қару түріне жатады ма, жатпайды ма. Сонан кейін медициналық сараптама осы пышақпен өлтірген. Физика-техникалық сараптама деген бар. Ол жерде де қойылатын сұрақ, егер адам өлген болып дене жарақатын алған болса, ол жерге пышақпен мәйіт ұсынылады. Ол жерде екеуіне салыстырма жүріп, мынау дене жарақаты осы пышақпен салынған ба деген сұрақтарды шешеді. Тергеуші өзінің өндірісіндегі жаңада айтып кеткендей қылмыстық іс бойынша сараптама тағайындау үшін міндетті түрде қаулы шығарылады. Ол қаулының кіріспе бөлімі, баяндау бөлімі және қорытынды бөлімінен тұрады. Кіріспе бөлімінде ол қылмыстық істің саны, оны өндірісіндегі тергеушінің аты жөні, анықтаушының аты жөні жазылады. Онан кейін баяндау бөлімінде, яғни анықтадым деп, яғни қылмыстық істің жалпы фабуласы, орын алған уақиғаның сол баяндап келіп, сонан кейін қаулы ету қорытынды бөлімінде тергеуші тағайындалған сараптаманың қандай сұрақтарын шешу қажет екендігін қойылады. Бұған дейін мен дәрістерде айтып кеттім, сараптамалармен қатыстыру қатар куәландыру деген жүргізіледі. Куәландыру ол алғашқы кезде маманның қатысуымен сезіктінің алғашқы жағдайына баға беру. Ол жағдайдан кейін міндетті түрде жаңа айтқан сараптама тағайындалады. Сараптаманың және бөлігінде, бұған дейін айтқан бөлігінде қаулы өткеннен кейін тергеуші сот медициналық сараптама дейтін болса, ол жерден қандай сұрақтардың анықталу қажет екендігі жөнінде сұрақтарды қояды. Тергеуші сарапшының өкілеттілігіне жатпайтын сұрақтарды қоюға рұқсат етілмейді. Жаңағыдай айтқандай, сот медициналық сараптамада өлімнің себебі, өлімнің уақыты қандай, уақиға орнымен сәйкес келеді ме деген өзінің өкілеттілігіне жататын сұрақтарды қояды. Бірақ оның өкілеттілігіне жатпайтын мәселеге мынау пышақтың қай түрімен жасалған деген сұрақты тергеуші қоя алмайды. Сонан кейін міндетті түрде сараптама тағайындау қаулысы шыққаннан кейін тергеуші уақиға орнынан алынған заттарды буып түйілген және мөрленген күйінде сарапшыға ұсынылуы тиіс. Сарапшы алынған заттарды зерттеу алдында оған жалған немесе өтірік жауап берген үшін міндетті түрде ол ескертіледі. Сонан кейін сарапшы тергеушінің қаулысының негізінде өзінің
сараптамалық зерттеуін жүргізеді. Ол сараптаманың қай түрі болса да, мен жаңа медициналық сараптама деп соған назар аудардым. Ол наркологиялық сараптама болсын, ол психиатрлық сараптама болсын, ол психологиялық сараптама болсын, қай түрі болса да, міндетті түрде олардың қылмыстық жауапкершілігі ескертіледі. Сонан кейін өзінің қорытындысын беріп, тергеуші онымен келіспеген жағдайда тағы да қайталап немесе қосымша тергеу сараптама тағайындауға тергеушінің құқығы бар. Тағы да сараптаманы қосымша немесе қайталап тағайындау барысында тергеуші қылмыстық іс бойынша жүргізілген ақпараттардың негізінде немесе тергеу әрекеттерінің негізінде алынған ақпараттарға қатысты айқындалмай қалған немесе шешімін таппай қалған сұрақтарға қатысты қосымша қайталап сараптама тағайындалуы мүмкін. Егер де қылмыстық іс бойынша жаңадан жағдайлар анықталатын болса, онда тергеуші қосымша сараптама тағайындайды. Кейбір жағдайда сот психиатрлық сараптама тағайындаған кезде көптеген күмәндар туғызылады. Осыған қатысты тергеуші комиссиялық сараптама тағайындауға құқығы бар. Комиссиялық сараптама дегеніміз 3-тен кем емес сарапшының қатысуымен тұлғаның психикалық жағдайына зерттеу жүргізуін айтамыз. Онан бөлек тағы да егерде ол шешіммен де келіспеген жағдайда қайталап тағайындауға кез келген сараптаманы тергеушінің құқығы бар. Айғақ заттар, сонан кейін сараптама тағайындалғаннан кейін тергеуші айғақ заттарды немесе зерттелетін заттарды сот сараптама органына жеткізуге міндетті. Ол заттардың бүтіндігі бұзылмау керек, оқиға орнынан қалай алды, дәл сол бөлінген, түйілген күйінде жеткізілуі қажет. Мына жыныстық қол тиіспеушілікке қатысты, зорлау қылмыстарына қатысты қылмыстар оқиға орын алған кезде бұл сезікті мен жәбірленушінің киімдері бөлек-бөлек оралып, бірін-біріне түйіспеуді тергеуші қамтамасыз ету керек. Өйткені бұл жерде бір сондай бір майда сұрақтар бар. Өйткені мынау іш киімдерге қатысты алынған кезде ол жерде тергеуші сұрақ қойылады. Жәбірленушінің киімінің талшықтары сезіктінің киімінің талшығында бар ма деген сияқты. Немесе керісінше, сезіктінікі жәбірленушінікінде бар ма деген сияқты. Бұл тікелей болмаса да жанама бізге дәлелдеме береді. Яғни іш киімдердің бірін-біріне үйкелгендігі туралы. Қандай да бір адамның денесіндегі материал немесе ткань екінші тканьге немесе екінші объектіге үйкелетін болса, ол заңдылық бұған дейін айтқан. Мына киімнің тканьның талшықтары екінші киімде қалады. Осыған қатысты мынау жыныстық қол тиіспеушілік қылмыстарды жүргізген кезінде міндетті түрде алынған дәлелдемелік заттардың буылып түйілуіне, олардың мөрленуіне тергеуші назар аудару керек. Бұл тұрғыда өткен тақырыпта айтып кеткендей, буып түйуге, олардың дұрыс алынуына өзінің көмегін тигізетін бұл криминалист маман. Криминалист маман заттардың егерде қылмыс орнында атыс қаруы қолданылған болса, оның жағдайына, оның оқтайшасында бар жоқтығына, оның оқтаулы еместігіне қарау жүргізуде маманның атқаратын рөлі өте үлкен. Осы сараптаманы тағайындау барысында тергеуші өзінің қаулысында мән-жайлардың барлығын толығымен ашып, қойылатын сұрақтардың шеңберін дұрыс анықтап, өзінің сарапшының құзыреті, соның ғылыми білімі негізінде шешілетін сұрақтарды анықтап дұрыс қойылуы қажет. Осымен дәрісіміз аяқталды.